Барлықтарыңызға сәлем. Келіндік өмір бірінші бөлім. Алдыңғы күні көмекшім келген кезде біз ақ шкафтың ішіндегі киімдерді жинап, қыстық киімдердің барлығын астыңғы полкаға жинап қойған болатынбыз. Себебі ол киімдердің барлығы менің ата-енемнің киімдері. Астыңғы полкаға салып қойғаным, мама босаған уақытта қыстық киімдердің барлығын қарап, коробкаға салып, сарайға шығарып тастау үшін осындай қыстық қалың курткалар мен киімдер шықты. Курткалардың барлығын алып мен машинкаға салып жуамын. Себебі оның барлығын жуып, кептіріп, сосын барып коробкаға саламыз. Қыстық киімдердің барлығын осылай шығарып, машинкаға салып жудым. Себебі лас киімдерді салса, келесі қысқа дейін иістеніп кетеді. Курткалардың қалтасын негізі үнемі тексеретінмін. Осы жолы походу дұрыс тексермей қалғанмын. Қайын інілердің курткаларының қалтасына небір сокровищелер шығады ғой. Осының барлығын алып, енді далаға жаямын. Себебі үйге жаятын болсам, әрине үйдің іші сырыстанып кетеді. Күн деген шақырайып бір керемет болып. Прическам декоратская прическа. Үнемі менің шашыма заколкалар келіспейді. Резинка тақсам жалбырап кетеді, сол үшін кисточка тағып жүремін. Бұл менің басымдағы обычный кисточка. Осындай осенний киімдерді, курткаларды қағып жайып қойып жатырмын. Күйеуім жұмысқа шығып бара жатыр. Жұмысқа шығып бара жатырғанын айтып, камераны мүлдем байқап тұрған жоқ. Именно жұмыс жасап жатқанда осылай липучка сияқты жабысып қалады. Камераны байқады. Ренжіп жатыр адам, айтпай ма? Осындай күйеуден айналмайсың ба? Өз жұмысқа шығып бара жатса да, менің тәзегімді алып, үйдің алдына дейін шығарып салып жатыр. Енді екінші партия курткаларды салып жатырмын. 2-3 курткадан артық салмаймын. Осы кезде қызым жылап қалды. Қызымды аяғыма салып шайқап жатырмын. Енді тамақ қойып қояйын, себебі ет деген пісіп болмайды ғой шіркін. Арнайы кусоктап кесілген еттерді табаға салып, жуып, сосын барып сорпа қылып, кастрюльге салып қоямын. Бір бітпейтін рутина ғой, бітпейтін. Бір жағынан жақсы, бір жағынан шаршайсың. Айналып келіп ыдыс жуа бересің. Сол бойда сразу бір ыдысты жуып тастамасаң, ол одан кейін тау болып қалады ғой. Ешқашан ыдыс жумаған адам сияқты болып қаласың. Ет майлы болу үшін үнемі құйрық май салып қоямын. Ол деген менің енемнің лайфхагы. Үнемі тек жуасында жүресің. Қанша жусаң да бүлініп қала береді. Осы кухня дегенді кім ойлап тапты екен? Күн сайын немесе күн ара жумасаң, как будто бір ай жуылмаған сияқты. Сол үшін үнемі чайниктің сырттарын, табаның сырттарын қырып күн сайын жуам. Себебі сол жерде қырылмай қалса болды. Бір аптадан кейін қарасаң, как будто бір жыл бойы жуылмаған ыдыстар сияқты болып қалады. Кухня деген адамға бір жақсы атақ бермейді ғой. Қанша жерін таза ұстасаң да үнемі шашылады да, кірлейді де қалады. Үйің идеальный тап-таза болып тұру үшін сен өзіңді ұмыту керексің да. Менде әйтеуір 2 көмекші бар, бірақ сонда да үлгермеймін ғой. Енді олар күнде келмейді, аптасына бір 2 рет, 3 рет келіп, үйді полностью бір тазалап, жуып кетеді. Оның өзі үлкен маған көмек. Киімдердің барлығын сұрттап, орын-орнына салып тастайын деп жатырмын. Мынау кешегі қалың киімдер жуылған. Оның ішінде қайынінімнің, күйеуімнің, үйдегілердің, маманың, папаның киімдері бар. Қайынілерімнің полкаларын жинамаймын, себебі олар 13-14-те болғасын өздері жинайды. Мама мен папаның полкасын өзімнің полкаларымды ғана жинаймын. Қызымның киімдерін жуып қойып еді, мен солардың барлығын іріктеп жинап қойын. Қызыма кигізетін кезде міндетті түрде барлығын үтіктеймін. Кей кездері болады, үтіктеуге шамам келмейді, бір рутина ғой, бітпейтін. Ол уақытта енді үтіктемей қағып өзімше суф деп кигізіп қоямын, қайтейін енді. Бір бітпейтін шаруа, бітпейтін бір тірлік, адамдар қалай өмір сүреді екен. Шаруа істесең, өзіме уақыт таба алмай қаламын, бетім жуатын уақыт болмай қалады. Шашымның түрін көріп тұрсыздар ғой, шаруа істеген уақытта осындай болып қалады. Осының барлығын жасап болып, кешкі уақытта тамақ шайларын бәрін беріп болып, бір үф дегенде қызың түні бойы ұйықтамайды. Содан таңертең көзің ісіп, басың ісіп. Құдайға шүкір, күйеуім мен ата-ененің түсінігі өте мол. Кей кездері обед болсын, после обеда болсын, қызымды күйеуіме немесе атама беріп қойып ұйықтап алам. Курткалар жуылып
болды. Енді бұларды далаға шығарып жаямын. 3-ші партия курткаларды салып қою керек. 20 минуттан ғана жуып жатырмын, себебі 20 минуттан артыққа жуылса түстері өңіп кетеді. Тек шаңын, кірін алу мақсатында қатты кір курткаларды бірінші суға салып, замочить етіп, сосын барып машинкеге салып жатырмын. Енді осы курткалардың барлығын жайып тастап, тамағымды жасауға кірісуім керек. Қызым жыламаса, ары қарай шаруаларымды жалғастыра беремін. Менің келіндік вайб деген осындай видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алдағы уақытта басқа да бөлімдермен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.